Тек Құдай ғана шынайы бейбітшілікті бере алады. Эфирде Бақыт Лайф бағдарламасы. Алақан, қай алақаның есімде жоқ енді. Алақан құшқан кезде оны кейбірлер сүйіп, маңдайынан ұстай ма, сондай бір ырым бар өзі. Ақша болады деп бүгін, қолым ақша түседі деп. Болмаса шайдың бетінде көбікті саусағымен түртіп па, басына жағып, сондай бір тәсілдер бар етін. Енді бұның бәрі ырым. Қайсы неге екенін мен кей кезде оған енді мән бермеген соң аяғын айтын білмейді екенмін. Бірақ әлі күнге шейін көп адамдар соны ұстанады. Сіз соған сенесіз ба? Сіз сондай тәсілді қолданасыз ба? Сіздермен бірге Бақыт Лайф бағдарламасы. Достар, сәлем, қош келдіңіздер. Мінекей біз алдыңғы бағдарламада ырымдар жайлы тақырып өткен едік. Сонымен бүгін сіздермен бірге бал ашу жайлы тақырыпты өтсек па деп жоспарлап отырмыз. Енді бал ашудың түрлері көп қой енді. Мысалы, қалай айтсақ болады. Енді ғаламторда мынандай анықтама бар екен. Бал ашу болжам жасаудың ертеден келе жатқан түрі. Қазақтар арасында құмалақ тарту, жауырын қарау, жұлдызшылық тағы басқа жаңағыдай бал ашу түрлері кеңінен тараған. Ши, сіріңке талдарын қиылыстыру, түс жору, алақан саусақ сызықтарына қарау арқылы адамның өткені мен болашағын болжай білген дейді. Адамдар кейде бал ашу көмегімен өзі мен отбасы мүшелерінің амандығы, ықтимал қатер мен қаупі тағы басқа жөнінде дәл білген дейді. Осында анықтама бізге беріліп отыр. Бірақ тереңірек қазатын болсақ, бал ашу деген не, достар? Біздің енді елде кезінде баяғыда әлі күнге шейін ол жиі таралған анықтама енді осындай. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па, қалай ойлайсыздар? Оның аяғы неге алып келеді? Неге адамдар бүгін оған жүгінеді? Мысалы, болашақты білгісі келеді. Көз тиіп кетсе, араны істейді, мынаны істейді дегенде енді. Негізінде енді бал ашу түрлі әдіс, тәсілдер арқылы болашақтан, ғайыптан хабар беру, адамның жаратылысындағы беймәлім ерекшеліктерді ортаға салу өнері деген сөз. Араб тілінде бал ырым сырымды көрсететін белгі деген мағынада қолданылады екен. Басқа себептері болса да адам баласы құпия, беймәлім жағдайларға деген қызығушылықпен тарих бойы өзінің һәм өзгенің беймәлім жайттарын білуге, келешегі туралы мәлімет алуға, сондай-ақ өз тағдырына билік жүргізуге тырысқан. Бұл үшін бал ашу мен сол сияқты түрлі тәсілдер қалыптастырған. Алдын ала болжауға қарта мен бал ашу шайтанның көптеген бет-пернесінің бірі. Қанша адамның қарта мен бал ашуға баратынын білгенде өзіңді біртүрлі сезінеді екенсің. Адам оны алдында не күтіп тұрғанын және соған байланысты қандай шешім қабылдау керектігін білгісі келеді. Қарта мен бал ашатын немесе оны ашып беретін, біреудің көмегіне жүгінетін адам өлермендей тәуелділікке түскен жан. Уақыт өткен сайын ол өздігінен шешім қабылдаудан қалады. Үнемі қартаның көмегі іздеп тұрады. Неге біз олай істейміз? Хадсон Тейлор не айтып еді? Құдіретті Құдай тұрғанда мүсәпірден көмек сұрап нем бар? Қандай да шешім қабылдар алдында неге Құдайдан сұрамасқа? Дұрыс сұрақ па, қалай ойлайсыз? Одан артық ешкім бізге кеңес бермейді. Құдай қартаға қарамайды. Бал ашу оның ұлылығына қарсы қылмыс. Бал ашқан кезде біз Құдайды қорлап тұрамыз екен. Бал ашу күнә ма? Қалай ойлайсыз, достар? Бүгін адамдар ол жайлы ойланбайды да ғой. Ол күнә ма, күнә емес па? Енді елдің бәрі сөйтіп істеп жатыр. Оған ақша құртады мысалы. Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Ол ертеңгісін ол бола ма, олай болмай ма? Адам білмейді. Бірақ үміті сонда. Неге бал ашу күнә саналады? Өйткені балгер немесе балгердің көмегіне жүгінетін басқа адам көмекті шайтаннан сұрағаны. Мінекей, достар. Біздің бағдарламалардың бірінде айтқанбыз біз. Бізде екі таңдау бар. Біз не Құдайменбіз, не шайтанменбіз. Ортасы жоқ. Жиі адамдар ойлайды, мен енді Құдаймен деп ойлайды. Қалай сондағы? Енді Құдаймен болу деген оның енді сөзіне сай болу, оның сөзін зерттеу, оған дұға ету, оған сену ғой. Адамдар енді Құдайды таниды да, бірақ оған қадам жасамайды. Сонымен енді
шылым шегуге болмайды, мысалы бал ашу мысалы ол күнә. Сол секілді көп анықтама бар достар. Толығырақ білгілеріңіз келсе, біздің бағдарламада арнамызға кіріп, тіркелмесеңіздер тіркеліп, тағы қосымша анықтамалар тапсаңыздар болады. Әр тақырыптың аттары жазылған бізде. Сұрақтарыңыз болса, бізге WhatsApp нөмірі арқылы хабарласыңыздар достар. Сонымен көмекті Құдайдан емес, оның қарсыласынан іздесек, Құдайды қорлағанымыз. Оның үстіне шайтан көмегін бере отыра, оның құнын алады. Ең қуаныштысы, Алла бізге бұл күнәмізді кешіріп, шайтанға құн төлемес үшін бізге қамқорлық жасайды. Соны білсек қой достар. Біз өкінішке орай оған ол жайлы ойланбаймыз да ғой. Сонымен осы анықтаманы ести отыра, өзіңізде ондай істер болмаса, кімде бар? Кім сондайға жүгінеді? Кім балгерлерге барады? Болмаса сенеді? Соларға осы ақпаратты жіберіп бөлісіңіздер. Мысалы, біз алдыңғы бағдарламада ырымдар жайлы, қазір бал ашу жайлы, келесі бағдарламада біз енді жұлдыз жорамал жайлы анықтаманы көп адамдар естіген, біледі және де оған сенеді. Ол дұрыс па дұрыс емес екенін біз келесі жолы сіздермен бірге білетін боламыз. Сол үшін біздің ақпараттарды өткізіп алмаңыздар. Өмірімізді күллі тауқыметімізді жақсы білетін Құдай иеміздің қолына сеніп тапсыра аламыз. Барлығымыз үнемі Алланың қамқорында екенімізді білгіміз келеді. Құдайға сену ең жақсы шешім. Енді сақтанғанды Құдай сақтайды дейді ғой. Әрине, сен сақтанбасаң, қалай сен Құдай сақтайды? Ол үшін біз енді сақтануымыз керек. Дұрыс емес нәрселерден аулақ болуымыз керек. Енді балаларын тәрбиелейді ғой ата-аналар. Ананы істеуге болмайды, мынаны істеуге болмайды. Неліктен? Өйткені оларды қорғап, жамандықтан аулақ ұстағысы келеді. Құдай да бізді сол секілді жамандықтан аулақ ұстағысы келеді. Біз жамандықтан аулақпыз, аулақ емекенімізді қайдан білеміз? Мінекей осындай ақпараттар сіздерге көмектеседі деп үміттенеміз достар. Және де alkitab.media деген ғаламторда бізде парақша бар достар. Соған өтсеңіздер, тіркеліп, онда қазақ тіл, орыс тілді әртүрлі анықтама бар. Керек тілді таңдасаңыздар, онда Алкитап сабағын өтсеңіздер достар. Құдайдың сөзін зерттеуге мүмкіншілік бар. Көбірек білуге, анықтаманы Құдай не айтқысы келеді бізге, және де оның уәделерін және тура жолмен қалай жүруге болатын анықтама аласыздар. Енді достар, тағы бір оқиғамен бөліскім келеді сіздермен. Бірде ауылға келген индиялық фәкір алтынның қалай жасалатынын көрсетем деді оларға. Қызыққан тобыр жиналып та қалды. Ол әуелі үлкен қазанға су құйды. Сиқырлы сөздерді тоқтаусыз қайталай айта отыра, оған әр түрлі бояулар араластырды. Маңайындағылар байқамай тұрғанда суға алтынның бірнеше бөлігін тастап жібереді. Тағы біраз шайқап барып, фәкір қазандағы суды төгіп тастады. Міне енді адамдар қазан түбінде жатқан алтынды көрді. Көздеріне сенер емес. Сіз қалай? Енді бұл анықтама білмеген кезде, егер сіздің алдыңызда осындай іс жасаса, сіз де көзіңізге сен бередіңіз, солай ғой. Ал бір айырбасшы бұл құпияны 500 рупиге сатып алмақшы болды. Жақсы деді фәкір, бірақ есінде сақта. Қазандағы суды шайқаған кезде қызыл бетті маймылды есіне алма дейді. Есіне алдын дегенше түк шықпайды дейді. Айырбасшы солай істеуге уәде берді, бірақ қанша қызыл бетті маймылды есіне алмауға тырысқанымен ештеңе шықпады. Маймыл көз алдында тұрып алды. Нәтижесінде алтынды ала алмады. Мінекей достар, сонымен жиі бізде осындай қаленді. Маған өте сөздер ұнайды, құлағыма қазіргі уақытта ше, құлағыма дашыра келмеш дейді. Көрдіңдер, енді былай айтқанда дашыра келеді осылай. Лапшада енді былай айтқанда. Енді жайма қалай айтсақ болады енді. Сонымен көп нәрсеге сене бермеңіздер достар. Көп нәрсе көрінгенімен шын мәнінде олай болып, ондай емес негізі. Біз ойлап тапқандай. Сонымен негізі даналықты, көмекті Құдайдан сұраған жөн. Ал ол үшін оған біз жүгініп, одан көмек сұрап, дұға етуіміз керек. Сонымен бүкіл әлемді жаратқан тірі Құдай бізге көмектесе алатын, сіздерге өзінің ерекше батасын беріп, өзі қамқор болсын. Көмекті содан ғана сұрайық. Келесі қызық тақырыптарымызды күтеміз. Сау сәлемет болыңыздар. Біздің сабақтарымызбен толығырақ Alkitab.media сайтында таныса аласыздар.